дауысты дыбыстар бірінші сабақ. Әліпбиге қарап, неше дауысты әріптерді көріп тұрғанымызды санаймыз. Внимательно смотримся на алфавит и посчитаем, сколько гласных букв мы видим. Гласные буквы всегда отмечают красным цветом. Жақсы, 15 әріпті таптық. Правильно, мы посчитали 15 букв. Буква – это, который мы пишем. Звук – это мы слышим. Например, А – алма, әтеш, ит, етік, орман, өрік, ыдыс, ілгіш, олу, үй, ту, экскаватор. Үш қосарлы дауысты дыбыс. Это сочетание нескольких звуков. Например, ее, ю, я. Қайтала есте сақта. Дыбыстарды ішіңдегі ауа таусылғанша соза беруге болады. Қане дыбыстайық. А, О, Ö, O, Ö, Әндетіп айтуға да болады. Өте жақсы. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. На казахском языке есть 12 гласных звуков. Үш қосарлы дыбыс бар. Это значит, обозначает сочетание нескольких звуков. И-а, и-ю, и-ё. Есте сақта, қайтала.